туралы оқитын боламыз. Жақсы отырыңыздар. Қазір тыңдайық. Ағып жатқан не балалар? Ендеше су туралы орнымыздан тұрып, өлең жолдарына келіп. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз өзендер. Өзендерге байланысты болады, иә? Біздің өзі оқып жатқан бөліміміз қалай аталады деп отырыңыздар. Қалай аталады оқып жатқан бөліміміз? Су, тіршілік, көзі. Тамаша балалар. Ендеше қазір біз сіздермен бірге мына жерде өткенде шолу жасап алайық. Алтын көмбеде мында сіздерге қараңыздар, ақша берілген, солай ма? Егер де қазір сіздер осы ақшалардың артында сұрақтар жасырылған, сол сұрақтарға дұрыс жауап беретін болсаңыздар, сіздерге ұпай беріледі. Енді мен сіздерге мынандай, біздің бүгінгі тақырыбымыз ақша болғандықтан, сіздерге бағалауға мынандай әмиян бердім, солай ма? Мынау әмиян. Енді қазір егерде сіздер әмиянның 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге жинайтын болсаңыздар, онда талпын, онда 3 теңге бағалып қаламыз. Егер 10 теңге, 20 теңге, 5 теңге жинайтын болсаңыздар, онда жақсы. Қандай бағаламыз? 4 теңге бағаламыз. Егер де 100 теңге жинайтын болсақ, онда біз өте жақсы ұпай жинағанымыз 5 теңге бағалатын боламыз. Сондықтан жұмыс барысында мынау бағалау парағын жылжытып отыруды ұмытып кетпейік. Солай ма? Жақсы, тамаша. Енді қазір тақтаға немесе? Жақсы. Нұрасыл, тұра қош, қайсын таңдайсың? Таңдай ғой мен басайын. 20 баса қош. 516 қосы 340 бөлу 8. 516-ны 340-қа қосқанда 856 шығады. 856-ны 8-ге бөлгенде 107 шығады. Дұрыс па балалар? Жақсы, тамаша. Өзіңе ұпай жылыштық қой. Енді саған мына жерде ақшалай сыйлық беріп қояйын, е? Міне қазір қосылады сайын ұпай сандарына. Жақсы. Кім шығам дейді? Жақсы, кім шығам дейді? Нұрдәулет келе ғой. Тездетіп жіберейік. 525 бөлу 5. 525-ті бөліміз 5-ке, онда 105. Дұрыс па балалар? Тамаша. Ұпайына қосымша болады. Тағы кім келем дейді? Кім келем дейді? Ал, Амели келе ғой. Тездетіп жібер. 104-ті көбейтеміз 4-ке. Бірінші 4-ті 4-ке көбейтеміз 16. 6-сын жазамыз 1 ойда. 0-ға 4-ті көбейткенде 0, ойдағымен 1. 1-ге 4-ті көбейткенде 4. Жауапты оқимыз 406. Бірден жауапты айтуға болады бала, шығарып жолы. Жауап неше? Жақсы, тамаша. Жақсы, кім келем дейді тағда? Кім келем дейді, ал? Келем дейді? Әчу келе ғой. Тездетіп жібер. 305 көбейту 3. Жауабы 915. Дұрыс па балалар? Тамаша. Жақсы. Қасым келе ғой. 134 көбейту 5-тен 4-ке 5-тен көбейтеміз.
650 ма? Алла? Ал? Шым айтам дейді. Али тұр? 600? Ал? 670 па қалай шығады? Шығып жер тақтара есептеп жібер тез-тез. Қасым рахмет саған. Айлы есептей береді, әмір келе ғой. 134-ті 5-ке көбейтіп жібер тез-тез. 7 Иә, тамаша. Мінекей, ұпайыңа қосымша болады. 106. Әмір шатасына кішкене. Тамаша, оқушы қалай отырады? Жақсы. Қалауға келе ғой. Дұрыс па екен? Жаңағы тапсырма дұрыс па екен? Тамаша. Ой, шығармай-ақ қоюға болады деді саған. Алтын көмбеге кіріп кетті. Тамаша, жарайды, жақсы рахмет. Ал енді балалар, біз кішкене үй жұмысын қайталап алдық, иә? Енді мына жерді қарап жіберіңіздер. Қараңыздар, нені көрсетіп жатыр? Ақшаларды көрсетіп жатыр, иә? Қандай ақшалар бар? Қағаз ақша. Қандай ақшалар бар? Білеміз, иә балалар? Осы жерде танымайтын банкноттарың бар ма? Бәрін танимыз ба? Қандай банкноттар жоқ? 1000 теңгелік жоқ? 500 теңгелік жоқ? 20 мың жоқ, иә? Қазіргі қолданыстағы 20 мың жоқ екен. Тамаша. Жақсы. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақша болғандықтан біздің бүгінгі мақсатымыз 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік купюраларды ажырату және түрліше төлем жасау. Тамаша, жақсы. Әрі қарай бақылауды мен сіздерге айтып кеттім жаңа, иә? Егер де 1, 2, 3 деген 1, 2, 5 теңге алатын болсаңыздар, онда қандай бағаламыз? 3 деген бағаламыз. Ал 10, 20 теңге алатын болсақ, онда жақсы 4 деген бағаламыз. 50 мен 100 теңге алатын болсақ, тамаша 5 деген бағалатын боламыз. Ендеше қазір біз ақша туралы мағлұмат тыңдап алайық. жылдың 27 тамызы күні ұлттық банк теңге купюрасының үлгілерін бекітті. Қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағынсалы Дүзелхан, Қайролла Әбжелелев. 1992 жылы теңге дизайнындағы портреттер бекітілді. Теңге Ұлыбританияда Делару фабрикасында басылып шықты. 1993 жылдың 12 қарашасы күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Араға 3 күн соң Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналымға енгізіледі. Теңге бірінші айналымға кірген күні $1 4,175 теңге болып бекітілді. Қазақстанда ақша басып шығаратын өз фабрикамыз 1995 жылы ашылды. Соның арқасында Қазақстан ерекше атаулы күндерден мерекелік банкноттар шығаруға мүмкіндік алды. Ұлттық валютаның атауына сом, ақша, алтын секілді атаулар уақтылас болады. Яғни теңге атауымен бірге осы нұсқалар да таңдауға түскен. Ең алғашқы төл теңгемізде қазақтың ұлы ойшылдары, күйші ақындары мен хандарының бейнесі бейнеленген есімізде. Атап айтсақ оларда Әл-Фараби, Сүйінбай, Құрманғазы, Шоқан, Абылай, Әбілқайыр мен Абылай хандардың суреті болған.
Қазақстан ұлттық банкі 2006 жылы айналымға жаңа дизайнды банкноттар дайындап шығарды. Бұл банкноттар 200 теңгеден 10 мың теңгеге дейін ұлттық валютадан тарихи тұлғалардың бейнесі алынып тасталды. Жаңа үлгідегі банкноттар бірыңғай стильде жасалды. Онда заман талабына сай өзгерген Қазақстанның қазіргі келбеті ашықталған. 3 теңгелік номинал жоғалып, бірден 100 теңгеге дейінгі қағаз ақша темір теңгеге айналды. Теңге банкнотасы 3 жыл қатарынан 2011, 2012, 2013 жылдары дүние жүзіндегі ең әдемі қағаз ақша ретінде танылды. Жақсы балалар. Сонымен біз ақша туралы естедік? Мәлімет тыңдадық. Кім не түсінді? Ал кім не түсінді? Әмелет не түсінді? Сіз айтсаңыз. Бірінші жылы және де 1012 жылы, сосын 1013 жылы болған. Жақсы. Тағы да қандай ақпарат тыңдадық? Бұрынғы банкноттарда қазіргідей емес кімдердің суреті болған екен? Әделік ақындардың суреті болған екен. Батырлардың суреті болған екен. Тамаша. Енді оқулығымызды ашайық. Дәптерге күнді жазып қояйық. Сәуірдің 14-і сынып жұмысы. Әдемі цифр жазамыз. 123 деген цифр жазамыз. Тездетейік. Денемізді ұстаймыз. Әдемі жазайық. тапсырмаға назар аударайық. Оқулықта 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды қалай ұсақтағанын қарап көрейік. Қалай ұсақтапты 5000 теңгелікті? Қалай ұсақтауға болады екен? Ал кербес тездеткен? Жақсы. Солай ұсақтауға өткен расыл? 2000-ді екі рет 1000-ды қоса салды. 2000 теңгелікті қалай ұсақтады? 1000-ды. Жақсы, тамаша. Ендеше сіздердің оқулықтарыңызда қандай тапсырма тұр? Бізге ашып жіберіңіздер. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырма нөмір 3-теңіздер. Жаңағы жауап берген оқушылар бағалау парағынан әмиянды жылжытып қойыңыздар, ұмытып кетпейді. Жылжытып қойыңыздар, кім жауап берді? Расыл жауап берді, иә? Ал үшінші тапсырманы қарап жіберейік. Көрсетілген соманы, көрсетілген ақшаны қарап жіберіңіздер. Қандай қағаздар тұр? 9000-дық, 6000-дық, 3000-дық, 1000 теңгелік және 700 теңге тұр. Соларды қалай жинауға болады? Қалай жинауға болады? Дәптерімізді ашайық, мен біреудің үлгісін көрсетейін. Міне, 9000 теңгені қалай жинауға болады? 5000 қосамыз, 2000, 2000. Жақсы. 6000-ды тақтаға кім көрсетеміз? Жақсы. Айсұлтан келе ғой. Жақсы, тездете ғой.
теңгелік және 1000 теңгелік. Тамаша. 5000 теңгелік және 1000 теңгелік дейді. Жақсы. Жазып алыңыздар. 1000 теңгелікті қалай сақтауға болады? 1000 теңгелікті қалай сақтауға болады? Жақсы. Айкөркем келе қойшы, 1000-ды жасап берші, не істейсіз? Келе ғой, әміне 700 жасай бер. Тақтаға шыққан оқушылар, өздеріңізді бағалап қойыңыздар. Айкөркем әрі тақтаға жасай беруің болады. Мен болдым 100 теңге. Біз 1000 теңгелік Айкөркем. 500 теңгені қосамыз, 200 теңге. Тамаша, жақсы, өте жақсы. Қалай жинауға болады? Жақсы. Кім болды? Қолымызды көтеріп жіберейік. Тамаша, жақсы. Айкөркем сөйлеп жүр. 500 және 500. Тамаша, жақсы балдар. Ал тақтаға шыққан оқушылар, өздеріңізді бағалап қойыңыздар. Бағалап па? Жақсы. Ал мұнда қарап жіберейік. Енді біздің өтіп жатқан тарауымыз бағана сабақ басында айттық. Қандай дедік? Жоқ, тарауымыз, бөліміміз. Шүрік көзі. Бүгін біз сіздермен қағаз ақша және өзен ер болған. Ендеше біз қазір өзен туралы ақпарат тыңдап кетейік. Қарап жіберіңіздер. Өзендер. Қандай өзен бар екен Қазақстанда? Мұқият болыңыздар. Аумағында ірі-ұсақты 80 мың өзен бар. Олардың ішінде 7 өзені Ертіс, Тобыл, Есіл, Жайық, Сырдария, Іле, Шу ұзындығы 1000 километрден асады. Республиканың барлық өзендері солтүстік мұзды, мұхит және ішкі түйіп көлдер алаптарына құяды. Екі алап арасындағы суайдың сауыттардағы тау жүйесінің қырқасымен Сарыарқа, Ноғай үстірті арқылы өтіп, оңтүстік Оралға тіреледі. Каспий теңіз алабы Батыс Қазақстан өзендерін қамтиды. Оларға Жайық, Жем, Сағыз, Ойыл, Сары өзен, Қара өзен және тағы да басқалар жатады. Тамаша. Ал өзен туралы қандай ақпарат тыңдадық жаңа? Қазақстанда қанша өзен бар екен? 88 мың өзен бар екен, иә? Тамаша балалар. Ендеше қазір 4-ші тапсырма, дәптерімізге 4-ші тапсырма деп жазып қояйық. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың берілгенін кім оқиды? Есепті тезде шығаруымыз керек. Берілгенін кім оқиды? Балауса оқып жүрек. Мөликтер, есептің сұрағына жауап беру үшін саған мәліметтерді қайсысы қажет болғанын анықтап оны шығар. Есіл өзенінің теплоходпен серуендеуге 9 турист келді. Олар ересек адамдарға арналған 1000 теңгелік 3 билет және балаларға арналған 500 теңгелік 6 билет сатып алды. Олар билетке барлығы неше теңге төледі? Жақсы балалар, кім есепті түсінді? Өзіміз бір оқып алайық. Түсінікті ма? Ал, Әделия, не түсіндің? Тез айтып жібер. 1000 теңге 3 билетке 1000 теңге ересектерге 1000 теңге 3 билет алды. Ал балаларға 6 билет 500 теңге алды. Олар барлығы неше теңге төледі? Неше теңге төледі? Оны біз қайда орындаймыз қазір? Дәптерге орындаймыз. Дәптерге шартын өздеріңіз жазыңыздар. Әделия, сен тақтаға жазып жібер, тездетіп. Тездете ғой. Кім дәптерге дұрыс жазып, өзі ұпай алатын болады, е? Нұрдәулет молодец, уже аяқтады жұмысты.
Жақсы, тамаша. Жауабын толық жазыңдар. Тамаша, өте жақсы. Кім бірінші болды, бағалап, өздеріңізді бағалап қойыңыздар. Сөйлесең дұрыс болар еді, Дәлелі. Екінші 500 теңгеге 6 билетті көбейтеміз. 3 болып шығады. Тамаша, жақсы. Сол барлығы сұрақ болса, 3 көбейте қосамыз. Жақсы. Шаманы жазған жоқсың, кейін деп жазу керек. Отырмайсыз, әсін шығара бересіз. Жақсы. Тамаша. Аделияның дұрыс бекен балалар? Ал. Біз Аделиядан бұрыншы қанша бала болды? Көріп жіберейікші тез-тез. Тамаша, жақсы. Ерасыл болды ба? 90 жылшылық қой. Жақсы. Тамаша, жақсы, өте жақсы балалар. Енді осы 4-ші тапсырманы әсі тұр. Әдеге делінген екен. Кім оқиды? Аделия оқып жүрші тездеп бірақ сешкенсің. Ал кешке келгенде түстегі туристерге қарағанда 3 есе артық болды. Түсте келген туристерге қарағанда кешке неше турист артық келді. Жақсы, не белгілі? Таңертең келген. Я? Қанша турист? 20 турист. Таңертең белгілі ма балалар? Белгісіз. 3 есе артық. Тағы бір оқып жүріңдер, дұрыс айтып тұрған жоқсыздар. Қанша турист? 20 турист. Ал кешке 3 есе артық. Ал кім түсіндіреді, сұрақ береді? Ал кім келем дейді? Басқа бар ма? Басқа? Ал Нұрасыл келе ғой. Нұрасыл ана жолаға жазып түсте. Сөйлеп тұрсаң дұрыс болар еді? Түсте. Әдемі жазайық. Қанша? Түсте 120. Жақсы. Кешке қанша? Кешке сұрақ 3 есе артық. 3 есе артық кешке белгісіз. Қауіпсіз болыңыздар ма? Жақсы, өздеріңізге ұпай беріп қойыңыздар. Жақсы. Үш есе артық. Қанша артық? Ендеше бұл қандай есеп? Салыстыру есеп екен. Артық сыймай қалды. Жақсы, жарайды. Шешуін жаза бер. Қатты басшы болды кішкене.
120-ны көбейтеміз 3-ке. Неше болады? 360 шығады. Жақсы. Бұл қай уақыттағы? Кешке. К деп қой, кешке. Толық жазу керек еді, неге сіздер толық жазыңыздар. Тақтаға сыймай тұр, Кешке. Енді 360 азайтамыз 120-ға. 120-ны. Кейін 240. Тамаша. Жақсы. Жауабын? Жауабы. Түске қарағанда. Түске қарағанда? 240 турист Артық келді. Жақсы, тамаша. Кім шығарып болды тақтадан бірінші? Өздеріңізге ұпай беріп қоясыздар. Ал тақтаға шыққан Аделия мен Нұрасында өздеріне не береді? Амиянды жылжытып қояды. Ұмытып кетпеңіздер. Есептің шартына сәйкес шешуін, жауабын жазған оқушылар өздеріне ұпай беруді ұмытпасын. Ал жақсы балалар. Енді 5-ші тапсырмаға қарай беріңіздер. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырма. Ал қарап жүріңіздер, 5-те не дейді? Суреттер бойынша есептер құрастыру керек. Мұнда өрнек берілген. Түсінікті ма? Ал енді суреттер көріп тұр ма сіздерге? Оқулықтарыңызда да бар. Мына жердегі заттар кімге керек заттар? Оқушыға керек заттар. Бірақ біз сөзді, мәтінді есепті өзіміз құрауымыз керек. Қазір кім құрап береді екен? Ал, Амина құрайын дейді. Амина құрайғыш. Санжар өз достарымен балушылар деген дүкенге барды. Санжар 210 теңгеге 2 сүзгі алды. Ал 150 теңгеге балық аулайтын сатып алды. Санжар барлығына неше теңге жұмсады? Санжар барлығына неше теңге жұмсады дейді. Дұрыс құрады ма балалар? Тамаша. Енді осы есепті тек қана шешуін жаза салайықшы. Шешуін кім жазады? Кім жазады шешуін? Шешуін кім жазады дейді? Ал шешуін жаз. Ал бұл Амелидің құрған есебі болады. Тағы қай өрнекке құрауға болады? Тек шешуін жазыңыздар. Ал кім құрайын дейді тағы да? Басқа. Амина құрап жетесіз. 390-ға Қармақ. сатып алды. 330-ға шелек сатып алды. Иә. 150 теңгеден күршек сатып алды. Иә. Барлығына қалай болады енді сұрақ? Барлығы не сұрап тұр? Қанша теңге жұмсады? Дұрыс айтасың. Барлығы қанша теңге жұмсады? Тамаша. Өзің жаза ғой, өзіңе ұпай бере ғой. Қазір жауабын көретін боламыз. Тамаша. Шешуін кім жазады дейді? Ал, Ясмин келе ғой. Ал енді шешуін құрап жіберек, ауызша құрап жіберек. Үшіне. Ал, Аделия. Жақсы. Жауабын жазды. Барлығы. Теңге барды. Онда барлығы 1000 теңге болды. Иә, 1000 теңге болды. 390-ға балық алды. Бұл 490 теңгеге 2 балық аулайтын алды. Балық аулайтын қармақ. Қармақ алды. Сонда Азамат қанша теңге қалды?
ғой, өзің таба ғой, қай жерге табасың? Ана інжудің мына жерге жинап береді. Рахмет, Інжу, тамаша, өзіңе ұпай беруді ұмытпа. Әмиянды жылжытып қойып, бекір дұрыс отырамыз. Екінді көбейткенде 480 ғой. Жаңа сонда азаматта қанша теңге қалды? Азаматта 20 теңге қалды. Жақсы балалар, тамаша. Ең соңғы өрнек қалды. Ең соңғы өрнекке әркім өзі құрасын. Тек шешуін жазайық. Кім құрайды екен? Кім бірінші жазады? Сен болдың ба құрап? Кім болды? Әлинұр болды. Әлинұр болды. Тамаша үшеу бесеу. Жақсы. Болған балалар қол көтеріп жүріңіздерші. Тамаша. Өздеріңіз ана Әмиянды жылжытып қоюды ұмытпаңыздар, иә? Ал енді Әлинұр оқи ғой. Тақтаға жазбайық, бұны оқи ғой, ауызша кестеде оқып жібер. Жоқ, сен маған бірінші құрастырған мәтініңді оқысыш, мәтін есебінде оқысыш. Шешу сосын айтасың. Азамат. Тез тұрып айтып жүрші, тұршы, дауысы естілмейді мүлдем. Ал. Азамат өзіне 20 теңгемен. Иә, азаматтың 10 теңгесі бар еді. Ол оған бір шелек алды сосын. Және бір жіп алды, дұрыс айтады. Азаматтан неше теңге қалды? Неше теңге қалыпты? 270. Қанша? 270. Солай ма балалар? Кімде солай шықты? Тамаша, өте жақсы. Енді біз мына жерде сіздер нөмірі 6 деп қойыңыздар. Нөмір 6 деп қойыңыздар. Нөмір 6 деп қойыңыздар. Сіздер дүкенге бардыңыздар. Дүкеннің сөресінде мына жерде қазір суып сатып аласыздар. Ақшаға қолдарыңызға ақша беріп. Балаларда неше теңге болған екен? 5 мың теңге болған екен. Ендеше, қазір менен 5 мың алып, 5 мың алып, ақшаға міне 5 мың алып, мына жердегі заттарды сатып алу керек. Ол сіздерге көрініп тұр. Мына жер кішірек болса, мында да көрініп тұр, иә? Ал кім керек дейді? Кім керек дейді? Аяғы келе ғой. 5 мың теңгеге зат алады. Футболкамен ала бер, аха. Сосын жаздық бас киім алдың, иә? Жақсы. Тамаша. Ақшаның бәрін жұмсадың ба? Мында қойдың ғой. Жақсы. Тамаша. Доп аламын, сосын футболка аламын, иә? Шидей ма? Футболка аламын, аха. Жақсы. Кім керек дейді? Қолында 5 мың теңге ақша бар. Дүкеннен
1000 теңгеге 4000 теңгеге не алдың? Кітап па? Жақсы. Тамаша. 5000 теңге бәрін жұмсадық. Бәрін жұмсадық 5000 теңгені. Жақсы, тағы неше керек дейді? Баласы келе қойшы. Бәріне алмай үнемдеу керек болады балалар. Міне ақша. 5000 теңгеге 4000 теңге белдемшені аламын. Белдемше аламын дейді. Сосын 500 теңге тұратын алады болады. Сонда сатушы маған 500 теңге беріңіз керек. Жақсы, тамаша, молодцы. Өте жақсы. Тағы не аламыз? Жақсы балалар, сауда жасау біледі екенбіз, иә? Тамаша, өте тамаша. Енді қазір сіздерге 7-ші тапсырма деңіздерші. 7-ші тапсырма деп қойыңыздар. 7-ші тапсырма. Тапсырмада не дейді? Оқып жіберейік десеңіз, кім оқиды? Ал, кім оқиды? Амалдардың орындалу ретін. Келу ретімен жазу керек. Ендеше, мен сіздерге қазір осыны тез-тез дәптерге орындамай, мына қағаздың өзіне орындайын. Бірақ сіздерге қазір мен жеке-жеке берейін. Ырғыз бен шілдерді ғана табыңыздар. Осы төртеуіңіз бірігіп тапсаңыздар да болады. Сіздер жем мен ойыл өзенінің ұзындығын табыңыздар. Сіздер бірігіп мына жерге сағыз бен торғайды тапсаңыздар болады. Сағыз бен торғайды. Сіздер ырғыз бен шілдерді табыңыздар. Сіздер жемді табыңыздар. Ал сізге берілген жоқ, олар кітаптан сағыз бен торғайды табамыз. Сағыз бен торғайды. Бірге жасасаңдар да болады. Бірге жасасаңдар да болады. Ырғыз бен шілдерді табыңыздар тез-тез. Жанна да сіздер шықсайыз. Екі-екіден тапсаңыздар да қайсын табасыздар? Иә, қосекеуін таба беріңіз. Топтасып табуға да болады, балалар екеуден табуға да тездетейін. Жоқ, екеуін тапсақ. Мүмкіндіктері бар. Ырғызды таптық па? Таптық па, балалар? Болдыңыздар ма? Жақсы, қай өзенді болдыңыздар? Бере қойыпсыз. Ырғызды таптық, 593, шілдерді таптық, қанша? 292. Жемді таптық, қай топқа берді жем? Жем табылды ма? Ал балуса қанша? 712. Ал ойыл ше, ойыл өзені? 800 дейді. Нұра өзені кім тапты, Нұра? Нұра қанша? 707. Енді қай өзен қалды? Қай өзен қалды? Айтыптар? Сағыз өзені қалды. Сағыз өзені кім тапты? Тез-тезіңдер. Қанша? 511. Торғай қанша? Торғай бүкілін болдыңыздар ма? Тамаша. Жақсы. Бере қоймаған, бере қойшы қағазды. Жақсы, молодцы. Ұпай беріп қойды, өздеріңді ұпай беріп қойды. Әмиянда жүршіңіздер. Болдық, е, бәрі болдық па? Жақсы, бер қараңыздар енді, бәріміз басымызды көтерейік. 1, 2, 3. Өзеннің ұзындықтарын таптық, е балалар? Енді ол тек, Мадияр, тек тауып қоймаймыз. Қазақстанда бірнеше өзендердің ұзындығы бойынша ретін анықтауымыз керек, балалар. Ендеше шыққан нәтижелерді келу ретімен айтайық. Келу реті дегенді білеміз ғой. Ендеше қай өзен ең кішісі екен? Қанша? 502. Әрі қарай? Одан кейін қай өзен? Сағыз өзені. Одан кейін? Иә, одан кейін?
502, 511, 593, 312, 800, 502, 511, 800, 825, 978. Тамаша, молодцы балалар, өте тамаша. Енді сіздерге тапсырма балауса жаңа кім орындады? Өздеріңізге әмиянды қозғап қойыңыздар. Қазір ұпайларыңыз, бағаларыңыз аз болып қалмасын. Берді ма? Көріп қойыңыздар, иә? Енді 8-ші тапсырма теңдеу шешу. Теңдеуді толық шешпейміз балалар. Бірінші қатар бірінші теңдеуді шешеміз. Екінші қатар екінші теңдеуді шешеміз. Үшінші қатар үшінші теңдеуді шешеміз. Ал жарыс кім бірінші болады екен? Тек бір теңдеуді ғана. Бір теңдеуді ғана балалар. Бонус берді, тездетіп жіберейік. Болдыңыздар ма? Иә. Жақсы, жылжытып қойыңыздар, ұпай беріп қойыңыздар. Тамаша, молодцы. Өте жақсы. Сөйлесең дұрыс болар еді. Иә. Оны күрделі теңдеуге, жай теңдеуге айналдырып аламыз. Жүзді азайтарын 78. Жақсы. X бөлі 4-тен 78. X тен 78-ді 24. Иә. X тен тексеріп отырамыз болғанымыз сақтанып. Аяғым кезінде атып тұрған екістер ма? Аяғым бақанда жазғышы. Ұштық жасап жүрдің ма бұл? Қатесін өзі таппай тұр. Дұрыс айтасыз. Шартыл ба? 78 көбейтеміз 4-тен Теңдеудің түбірі қанша? 312. 312, иә. Тексеремін. 312-ні бөлемін 4-ті тен 78. 78 тен 78. Тексеруді дұрыс жазбадың ғой, аяғу. Тексеруді дұрыс жазбады. Ал? Тексеруді өзің жөнжейсің ба? Ал жөнже ғой онда. Жақсы. Дұрысталды ма балалар? Тамаша, өте жақсы. Енді сіздердің қолдарыңыздағы әмияндарыңыз қай жерге қанша ақша жинады екен? Соны көрейік, иә балалар? Тездетіп көріп жіберейік. Ал, тездетіп көріп жіберейік. Ал, көріп жіберейік тездетіп. Ал, кім 100 теңге жинады? Тамаша. Ендеше қандыша
Тамаша. Кім 50 ұпай жинады? 50 ұпай жинағандар неше алады деп едім? 5 деген бағаламыз. Тамаша. Кім 20 мен 10 ұпай жинады? 10 теңге, 20 теңге мен 10 теңге жинады? Қауария мен Ерасыл. Бұл кісілер неше деген бағалады? 4 деген бағалады. Кім 5 теңге, 2 теңге және 1 теңгеде қалып қойды? Бар ма ондай бала? Жоқ екен. Тамаша. Ендеше, мына жерде сұрақтар бар. Мен сендерге тез айтып жіберейін. Сіздер сұраққа жауап беріп көріңіздер, иә? Сонымен біз бүгін қандай сабақ өтті? Неге байланысты? Не туралы сабақ білдік? Ақшаға байланысты, иә? Ақшаны ұсатуды, сатып алуды білдік, иә? Ендеше, сұрақ 2000 емес 20 мың теңгені қандай қағаз ақшалармен сақтауға болады? Иә, 2 10 мыңдықпен сақтауға болады. Тағы? Насыл? 5 мың қосу. Сонда 5 мыңнан нешеу болды? 4 болды. Тамаша, өте жақсы. 10 мың теңгеге бағасы 500 теңгелік неше шырын алуға болады? 20 шырын алуға болады. Молодцы. Өте тамаша. Өзіңе ұпай қосымша беріп қоюға болады. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге қашан айналымға енді? Аяғым? 2000 жылы айналымға енді. Солай болды ма жаңа естігенде? Жақсы. Елімізде қандай ақшалар айналымда бар? Қандай ақшалар айналымда бар? 1000 теңгелік? 2000 теңгелік? 10 мың? 5 мың? 20 мың? 500 теңгелік? 200 теңгелік? Енді қолданыстан шығып жатыр, иә? 200 теңгелік монета бар, иә? Қағаз болған бұл қазір шығып қалды. Ал тағы қандай бар? 100 теңгелік бар, дұрыс айтасыздар. 50 теңгелік бар. Ал мына жердегі сұрақ қандай қағаз ақша деді? Қандай қағаз ақша? 5 теңгелік? 1000 теңгелік? 20 мың? 10 мың. Тамаша балалар, жақсы. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Жақсы балалар. Көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Ендеше көңіл күйіміз көрсетіп қояйық. Жақсы. Осы күнделігімізге жазып аламыз. 9-шы тапсырма. Жақсы. Жарайсыздар. Бағаларыңызды қойып алыңыздар. Сабақ аяқталды. Боссыздар.